әрбір елдің ұлттық ресми емес нышандары болады. Олар оның тарихымен, мәдениетімен, табиғатымен байланысты. Осындай нышандар қазақ елінде де бар. Суреттегі нышандардың сипаттамасы. Астана нышаны, бәйтерек. Заманауи Қазақстанның нышаны және Қазақстан халқының абыройының асқақтауы, мәңгілік ел қақпасы. Қазақстан тәуелсіздігінің нышаны, алтын адам. Мәңгілік ел қақпасы туралы. Астана қаласындағы елдіктің айшықты белгілерінің бірі мәңгілік ел қақпасы. Оның қабырғасындағы текшеде 4 мүсін бейнеленген. Бұлар әйел ана, ортағасырлық батыр, данагөй ақсақал және отанымыздың жауынгері. Аңыздар мен тұлғалар. Самұрық құс пен айдаһар. Ежелгі аңыз оқиғасының желісі бойынша Ғалам өзенінің жағасында өмір бәйтерегі өсіп тұр. Бұл бәйтеректің басына бақыт құсы, самұрық ұялап, күннің нышаны болған алтын жұмыртқа салған. Алайда ағаштың түбінде зұлым айдаһар жасырынған. Ол жұмыртқаны жұтқысы келеді. Алтын адам. Алтын адам Алматыдағы Тәуелсіздік монументінің ұшар басындағы қанатты барыстың үстінде бейнеленген. Алтын адам Қазақстанның ұлттық нышандарының бірі болып табылады. Табиғат нышандары. Ресми емес нышандарға жануарлар, өсімдіктер, заттар жатады. Жусан, мысалы, жусан өсімдігі туралы да халық аңыздары бар. Ұзақ сапарға шыққан жолаушы жусанның бір сабағын тұмардай сақтап жүрген. Дала жусанның иісі жолаушыға туған жерін есіне салатын болған. Қыран, көкке самғаған қыран еркіндіктің нышаны. Мемлекеттік туда дала қыранының бейнеленуі осыны меңзейді. Ойын уақыты, мен бастаймын, сендер жалғастырыңдар. Қазақстанның ресми емес нышандарын ата. Жануарлары. Мысалы, барыс, жылқы, түйе. Өсімдіктер. Мысалы, қызғалдақ, жусан. Музыкалық аспаптар. Мысалы, домбыра, қобыз.